Мынау қате, анау қате деп сөзімізді түзеп жатады. Тілде дұрыс қате деген нәрсе негізі болмайды. Яғни аспаннан түскен бір ешқандай норма, догма тілде жоқ. Тіл әрдайым өзгеріп отырады, тіл әрдайым әр алуан болады. Бір жерде былай сөйлейді, бір жерде былай сөйлейді. Бір адам былай сөйлесе, басқа адам басқаша сөйлеуі мүмкін. Сол тілде сөйлейтіндер үшін оғаш естілетін, құлаққа түрпідей тиетін нұсқалар болуы мүмкін. Бірақ оның бәрін анықтайтын бір бізге тәуелсіз күш емес, табиғат емес, Құдай да емес. Оның бәрін анықтайтын өзіміз. Прескриптивизм деген болады, дескриптивизм деген болады. Прескриптивизм деген ол мысалы сөздіктерді құрау, оқулықтарды құрау. Яғни ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түгендеп отыру. Яғни тілдегі норманы қалыптастыру, бекіту және соны насихаттау. Яғни сіз қате сөйлеп отырсыз, негізгі дұрысы мынау деген сияқты түзеу. Дескриптивизм деген тілтанушы ғалымдар ұстанатын немесе ұстануы керек бір көзқарас немесе әдіс. Дескриптивизм деген, яғни ағылшын тіліндегі describe сөзімен түбірлес латын сөзінен шыққан, яғни сипаттау. Яғни тілді бар күйінде сипаттауға бағытталған бір көзқарас. Біреулер былай сөйлейді екен, енді біреулер былай сөйлейді екен. Мына адам мына сөзді былай айтады екен, мына сөзде мынандай жалғау қосады екен. Және ол жерде қайсыныкі дұрыс, сонда кім дұрыс айтып отыр, кім қателесіп отыр, ойбай дегенді анықтау емес. Ол жерде тілтанушының мақсаты қызығырақ. Яғни неге мына кісі былай сөйлейді, ал мына кісі былай сөйлейді. Неге ол сөздің екі түрлі нұсқасы бар мысалы. Неге мысалы қазақтың ауызекі тіліне орыстың уже, просто деген сөздер еніп кетті. Қай тұста енді? Не үшін енді? Дәл сол мағынаны беретін қазақ тілінде етістіктер жоқ па мысалы? Қойды деген, барып қойды. Уже барды дегеннің орнына барып қойды деп неге айтпайды? Ол жерде бір психологиялық себеп бар ма, әлеуметтік себеп бар ма, саяси себеп бар ма? Соның бәрін зерттеу өте қызық әрі өте маңызды. Яғни жалпы тілдің табиғаты жайлы көп мәлімет ала аламыз. Бірақ енді бір қызықты қарау керек. Кей адам осы видео тәрізді видеоларды интернеттен көріп алып, прескриптивизм мен дескриптивизм деген екі сөзді жаттап алып, кез келген тілге қатысты талқыда, яғни қайсысы дұрыс еді деп біреу есіне түсіре алмай отырған кезде, оның бәрі прескриптивизм. Сен не, прескриптивистсің ба? Негізі лингвистер, тілтанушылар, олар негізі дескриптивизмді қолдайды деген сияқты қызық бір ескертулер жасап отырады. Мен әрине тілде дұрыс-бұрыстың бәрін өзіміз анықтайтынымызды, өзіміз бекітетінімізді, өзіміз қадағалайтынымызды білем, жақсы білем. Бүгін қате саналатын талай зат ертең дұрыс саналуы мүмкін. Немесе керісінше, бүгін дұрыс деп саналатын заттың талайы ертең қате деп танылуы мүмкін. Оның бәрін мен білем, түсінем. Білгенім өзіме абзал. Бірақ мен соны біледі екем деп, солай екен деп, қисық, барынша қате, яғни қате дегенде сол әдеби нормадан ауытқитын нұсқаларды қолданып, диалектімдегі сөздерді қолданып сөйлеп осы видеоны түсірсем мысалы, қалай болар еді? Немесе көпшілік алдында сөз сөйлеп тұрған кезде неше түрлі қойшиш, мә, и, құрсын, дәт, лингвистика деген не зат деген сияқты неше түрлі сөздерді пайдаланар болсам, мына видео не болып кетейін деп тұр сонда? Группа деген не керемет, группасы құрсын. Әрине осы видеоға түскенде, немесе көпшілік алдында сөйлегенде, мені тыңдайтын адамдардың қалай сөйлегеніме емес, не сөйлегеніме зер салса екен деймін. Назары сонда болса екен деймін. Яғни мен басқа бір нұсқаны айтып қалсам, басқа бір қате сөзді айтып қалсам, адамдар соған мән беріп қалуы мүмкін. Ол неге олай айтты деген сияқты. Сөзімнің құрамы бейтарап көріну үшін мен қайткен күнде әдеби тілмен сөйлеуім керек. Сөйлеуге мәжбүрмін деп па. Сондай-ақ мысалы сіз тіл үйренгенде сізге біреу негізі былай да айтсаң болады, кейде былай да айтады, біреулер былай да айтады. Осының бәрін айтсаң болады десе мысалы, сіз
солай үйренгіңіз келер ме еді бір тілді? Әлде сіз сол тілде сөйлейтін, сол тілдің иелмендері, сол тілде бала кезінен сөйлейтін адамдарға дұрыс, яғни жағымды естілетін нұсқалары қайсы, соны маған берші дермедіңіз? Әрине екіншісі. Сол себепті дескриптивизм, прескриптивизм деген түсініктерді бір екі жауласып тұрған екі қарсы түсінік дегеннен гөрі жай ғана екі әдіс деп қарастырған жөн. Және екеуі де бізге керек, екеуінің де орны бар, екеуінің орны бөлек. Бірақ әрине менің де, сіздің де менің ойымша жынымызға тиетін зат, тілдегі дұрыс-бұрысты түгендеп, ши жүгіртіп, тиісіп, мысқылдап, зәрін шашып, келемеждеп, біреудің қатесіне, диалектісіне, акцентіне күлу, қор көру. Ондай адамдардың көздейтіні тілдегі сауаттан гөрі өзінің эгосын қанағаттандыру. Ондай адамдарды біз қолдамаймыз. Ондай іс-әрекетті біз құптамаймыз. Келесі жолы сізге біреу, ей, сауатсыз, ол былай емес, ол алай, сен соны да білмейсің ба? Деген кезде сіз ол кісіге прескриптивизм мен дескриптивизм деген не екенін, әдеби норма деген не екенін, және оны кім, қалай қалыптастыратынын түсіндірсеңіз болады. Немесе дәл сондай жағдайда сіз қысқа да нұсқа жауап қайыра аласыз. Мысалы, осымен біздің видео тәмам. Келесі видеоларымыздан қапы қалмау үшін арнамызға жазылыңыз, мәлімдемелерді қосып қойыңыз. Сау, сәлеметте болыңыз. Сау деп па, 91 сияқты.